Саламатсыздар ма оқушылар, қалайсыңдар? Барлықтарыңызға жалынды сәлем, қайырлы кеш деп айтсақ та болады. Бүгін кешегі тоту-тотықстану реакцияларының екінші бөлімін өтеміз. Енді бұл екінші бөлімде біз қазір негізінде көбірек практикаға тоқталатын боламыз. Жалпы ол ұбт-дағы есептер қалай келеді, олардың форматтары қалай болады, солармен тікелей жұмыс жасайтын боламыз. Жақсы ойда. Кешегі сабақта көрген болсаңыздар, кешегі сабақ пайдалы болды деген ойдамын. Тотықтырғыш пен тотықсыздандырғышты кешегі сабақта көріп, қай кезде электрон береді, қай кезде электрон алады, соны жақсылап түсініп алған болсаңыздар, бүгінгі сабақ сіздер үшін қатты бір қиындық тудырмайды деген ойдамын. Сонымен көңіл-күй қалай, настрой қалай, кешегі сабақ қалай болды? Кешегі сабақты көре алмаған болсаңыздар, оны қайталап көрсеңіздер болады. Дәл осы видеоның алдыңғы видеосын қарасаңыздар, сол жерде бізде сабақтар сақтаулы тұр. Оларды қарап көруге болады. Жақсы, жақсы. Жақсы, кеттік, оны бастайық. Қазір біз не бойынша? Ахмет. Ахмет деймін. Ахмет. Ал, кеттік ал. Сонымен қазір біз сабақты бастаймыз. Кешегі сабақтан кейінгі біз қазір практикаға жүгінетін боламыз көбінесе. Сонымен кеттік. Сонымен андай бір реакциялар келеді. Бұл реакцияларды біз қалай шығарамыз? Бұл сол туралы айтатын боламыз. Енді бұл жерде біз қазір тотықтырғыш қайсы, тотықсыздандырғыш қайсы, соны білу керекпіз. Қайсысы мына жерде тотықтырғыш болып тұр, қайсысы тотықсыздандырғыш болып тұр. Мен жазбай жатып айтып көріңіздер, өздеріңіз жаңағыдай тотық дәрежелерін тауып, сол бойынша істейміз, анықтаймыз. Маған жауап беріңіздер, кешегі сабақты көргендерің болатын болса, қайсысы тотықтырғыш, не себепті? Қай жаққа жылжып тұр? Солға ма, оңға ма? Жақсы, жақсы. Кеттік ал. Сонымен мен дауысым барлығы естіліп тұр ғой да. Мен жазғандарым көріне ма, соны қазір айтып жіберіңіздер. Сонымен мына жердегіні қазір біз кеттік ал. Сонымен мынау бізде көміртек қазір мына жерде тотық дәрежесі 0-ге тең, сутегіміз бізде +1-ге тең,
Мынау бізде плюс 1-ге теңіз. Мынау бізде плюс 1, мынау плюс 5, мынау минус 2. Мынау плюс 4-ке, минус 2-ке, плюс 4-ке, минус 2-ке, плюс 1-ге және минус 2-ге. Бұны сіз қалай тауып жатырсыз дейтін болсаңыздар, егер сіз мына жерде тоту дәрежелерін анықтай алмайтын болсаңыз, онда сізге бірінші сол нәрсені үйреніп алу керек. Сосын барып ары қарай шығарсаңыздар болады. Енді бұл жерде бізде өзгеріп тұрған көміртегіміз 0-ден плюс 4-ке өзгеріп жатыр. 0-ден плюс 4-ке. Азот плюс 5-ден өзгеріп жатыр плюс 4-ке. Қайсысы тотықтырғыш болады? Бізде көміртегіміз не болады? Тотықсыздандырғыш болады. Азот бізде тотықтырғыш болады. Неге? Өйткені азот неге жылжып жатыр? Бұлай кешегі диаграммаға салатын болсақ, плюс 5-те тұр еді да, ол қайда жылжыды? Мына жақ қарай жылжыды. Яғни плюс 4-ке жылжып жатыр да. Яғни мен сол жағыма жылжыса, біз кеше айтқан болатынбыз, ол тотықтырғыш болады дегенбіз, яғни ТШ. Ал көміртек ше? Көміртек 0-ден қайда кетіп жатыр? Керісінше мына жерге кетіп жатыр. Ол бізде тотықсыздандырғыш болады, яғни ТСШ, яғни 10-ға жылжыса, біз айтқан болатынбыз, ол тотықсыздандырғыш болады деген болатынбыз. Яғни көміртек бізде бұл жерде тотықсыздандырғыш болғандықтан ол электронын беріп жатыр, минус болады, ал бір электрон азот қосып жатыр. Яғни мына жерге 4 қоямыз, мына жерге 1 қоямыз. Сонда біз көміртектің, азоттың алдына 4 қоямыз. Яғни реакциясына жерге жазайын бөлек. Мына жерде SO2, NO2, H2OH деген зат шығады. Енді біз осының алдына, азоттың алдына 4 қоя дегенбіз. Мына жерге 4 қоямын, мына жерге 4 қоямын. Енді сутегім 4-еу болды, сондықтан мына жерге 2 қоямын деген сөз. Ал енді ары қарай азот мына жақта, сол жақта 4-еу, мына жерде 4-еу. Ол теңесіп тұр. Енді оттегім санайым 12. Саны 12 мына жақта, сол жақта. Ал мына жерде мынамен 8, мынамен 10. Ал мынамен 12. Яғни көміртектің алдына ешқандай сан қоймайды екен бізде. Енді осы жерде айтып жатыр, тотықтырғыш 5 моль дейді. Енді бұл жерде көп оқушылар шатасады. Мына жерде тотықтырғыш деп, мына азотты ойлап қалады, ол емес. Бізде не бастапқы заттар ғана тотықтырғыш болады. Яғни азот қышқылы бізде тотықтырғыш болады сонда. Яғни осының үстіне 0,5 моль деймін да. Не істеймін, ары қарай шығарамын. Яғни бізде зат мөлшері берілсе, пропорциямен шығаратын болсақ, астына 4 қоямыз, коэффициент жазамыз да. Тотықсыздандырғыш ол бізде мынау емес. Кім? Мынау көміртек болады. Яғни осының үстіне істейсіздер, x грамм дейміз, асты 12 болады. Сонымен x бізде қанша шығады? 1-де 5 шығамы? 1,5. 1,5 грамм шығады екен. Массасы 1,5. Яғни осындай есептер бізде келеді деген, сонымен. Кеттік, ал келесіде мына жерде хром берілген екен. Хром OH2 плюс O2 шығады H2O. Тең болады хром OH3. Енді осы жерден бізде сұрап жатыр, тотықсыздандырғыштың алдындағы коэффициент. Яғни мына қазір қайсы тотықсыздандырғыш, оны тауып алу керек болады. Хром бізде мына жерде плюс 2-ден, оттегіміз 0-ден минус 2-ке өзгеріп жатыр, ал хром плюс 3-ке өзгеріп жатыр. Енді бұл жерде түсінікті нәрсе, хром плюс 2-ден плюс 3-ке. Плюс 2-ден плюс 3-ке. Қайда жылжып жатыр менің? Жаңағы диаграмманы сызатын болса, 0 болатын болса, 2 болса, 3 болса, яғни менің оң жағыма жылжып жатыр, значит ол бізде тотықсыздандырғыш болады. Сонда хром бізде тотықсыздандырғыш. 1 электрон беріп жатыр. Ал оттегі ше 0-ден минус 2-ке өзгеріп жатыр. Мына жерге қоямыз. 2 электрон берді, бірақ 2 атом болғандықтан
әр атомнан 2 электроннан 4 электрон қосып алды деген сөз. Сонда хром тұрған жерге 4, мына жерге 1 қояды екен біз. Мына жерге 4 қоямын, мына жерге 4 қоямын. Сутекті санаймын. Сутегім мына жерде менде 12 болып тұр, мына 3-пен. Мына жерде менде сутегім, мына жерде x жоқ мына жерде. Мына жерде бізде оттегіміз неше? 8, мынамен 10, мынамен не болып тұр? Сутегім деп. Ол сутегім мына жерде 8, мынамен 10. Мына жерге сонда 2 қояды екен, сонда бізде 12 сутек шығады екен. Я сутегім 12 шықты. Енді оттегім менде тоже 12 болу керек. 12, мына жердегі мен 2, мынамен 4, мынамен 8, мынамен 12. Вот теңесті. Енді бұл жерде тотықсыздандырғыш деп отырғанымыз кім? Бізде ол хром болады. Я хром. Мына хром емес, и мына басындағы хром бізде тотықсыздандырғыш. Я, оның коэффициенті қанша? Алдында тұрған коэффициент ол 4. Жауабы сонда 4 деп жауап бересіздер. Ya 4 деп жауап бересіздер. Кеттік ал. Әлі қызықтың бәрі алда. Тотықсыздандырғыш дегеніміз не? Тотығу процесс деген не? Соның бәрі шығаратын боласыздар. Енді қараңыздар, мен реакцияны не үшін беріп қойдым. Бұл жерде мен қазір не істеймін? Жаңағыдай, сіздер ойлап қалмаңыздар, электрондық баланс әдісі ол барлық жағдайда қолдана береміз деп. Ол электрондық баланс әдісін когда қолданасыз, когда сіз үлкен, ұзын реакция болса, сіз теңестіре алмай жатсаңыз, тұрған жерде мысалы, көп заттар тұрса, оны теңестіріп қиын ғой. Сондықтан сол кезде қолдансаңыз болады. Атак, жоқ, мен қиын реакция болса да теңестіре аламын десеңіз, сообщение дауыс хат шығып жатыр дейді, қазір. Қазір сообщениенің дауысын өшіріп. Жақсы өшірдім. Көрініп отыр ма мен жазуларым қайтадан кеттік ал. Енді мына жерде тұрған заттарды мен тұрған жерінде теңестіре салуым мүмкін. Сондай бір қабілетім, бір күшті бір қабілетім болатын болса, мен теңестіре беремін, ол проблема жоқ. Мына жерге мысалы 2 қоямын, сосын мына жерге мен 6 қоямын, мына жерге 2 қоямын, сонда менде ол теңеседі. Сутегім 12, мынаяқта 12. Оттегім 6, мына жердегі мен 8, значит мына жерге мен 4 қоямын деген сөз. Вот осылай теңеседі екен. Ал енді бұны біз тағы да 2-ке бөліп шықсақ болады екен, мына жердегіні. NH3 десек, теңеспей қалатын сияқты да. Теңеспей қалады деген дұрыс осылай болады. Бәрі теңесіп тұр ма? Жоқ, мына жерге 6 қоймай деген онда мен. Мына жерге дұрыс санамадым, мен мына жерге 6 қоймаймын, мына жерге 3 қоямын. Мына жерге 3 қоямын, мына жерге сонымен мына жерде 2-сі бар. Сонымен оттегіміз не болып кетті мына жерде? Оттегіміз 5 болып қалды. Мен мына жерге онда 2,5 қою керек болады тағы да. Сондықтан бұл теңеспеді. Сондықтан мен оларды 2 еселеп жазамын. Енді мына жерге 4 қоямын, мына жерге 4, мына жерге 6 қоямын, сонда мына жерге 5 деген санды қояды екен. Вот теңесті енді. Теңесті мына жерде. Енді бізден сұрап жатыр, мынау бізде азотымыз бізде -3-тен +2-ке өзгеріп жатыр. Ал оттегіміз 0-ден нешеге? -2-ке. Допустим, ол бізде мына жерде өзгеріп жатыр. Давайте мына жерде өзгере берсінші. Осы жерде -2 өзгеріп жатыр. Енді бұл жерде тотықсыздандырғыш бізде кім? Тотықсыздандырғыш ол бізде азот. Өйткені азот -3-тен қайда өзгеріп жатыр? +2-ге. Яғни мен оң жағыма кеткендіктен ол бізде тотықсыздандырғыш болып табылады. Яғни азот, аммиактың алдындағы коэффициент ол бізде неше? 4 деген жауап болады екен. 4 деген жауап. Кеттік ал. Келесі процестер мынандай. Бұны қалай істейміз? Бұл жерде былай жазылған. Жалпы біз кеше диаграмманы сызған кезде x8 деген ғой. x8 сызған кезде мына жақта бізде тотықсыздандырғыш болды. Мына жақ бізде тотықтырғыш болды. Яғни бұл сөздер бізде кімдерге ғана қатысты болды? Бастапқы заттарға ғана. Яғни S
минус 2-ден там s плюс 6-ға өзгерген болса, минус 2-ден плюс 6-ға өзгерді. Значит, ол бізде не? Тотықсыздандырғыш дедік, Енді тотықсыздандырғыш ол тек қана мынау ғана, мынау емес. Мынау ғана бізде не? Тотықсыздандырғыш. Дұрыс па? Енді осыны жүретін процесті мына жердегі, мына екеуін қосқан кездегі процесс бізде не деп аталады екен? Тотығу процесі деп аталады екен. Сонда былай айту керексіздер да, тотықсыздандырғыш дегеніміз ол тотығу процесінде жүреді. Ал тотықтырғыш ол бізде қандай процесте жүреді? Сонда тотықсыздану процесінде жүреді. Былай сөздеріне мән беріп қарасаңыз, бір-біріне қарама-қарсы сияқты. Тотықтырғыш ол тотықсыздануда жүреді, ал тотықсыздандырғыш ол тотығуда жүреді. Яғни тотықтырғыш деген кезде ананың сыз дегені жаңағыдай тотықсыздану дегенге кетіп қалады деген сияқты. Бір-біріне ауысып тұр сонда. Сонда біздер қазір мына жерде менен тотығу процесін сұрап тұрса, мен кімді іздеймін сонда? Тотықсыздандырғышты іздеймін. Тотықсыздандырғышта бізде қайда өзгереді ол? Менде ол оңға қарай өзгеру керек деген сөз. Оңға қарай өзгеру керек. Енді мына жерде есептеп қараймыз. Мынау бізде мынау плюс 4-тен плюс 6-ға өзгеріп жатыр. Қайда өзгерді? Оңға кетіп жатыр. Значит, мынау бізде жатады деген сөз. Мынау бізде плюс 6-дан плюс 4-ке өзгеріп жатыр. Бұл болмайды деген сөз. Келесі, мына жерде ол плюс 6-дан минус 0-ге өзгеріп жатыр. Бұл да болмайды. Мына жерде плюс 6-дан өзгеріп жатыр. Мына жерде өтірік формула жазылған екен, сондықтан бұл болмайды вообще. Ал мына жерде тоже өтірік формула, бұл да болмайды. Сонымен жауабы қайсысына келеді? А деген жауапқа сәйкес келеді екен. Сонда былай жасау керексіздер да, тотығу процесі немесе тотығу үрдісі десе, сіз тотықсыздандырғышты іздейсіз. Ал тотықсыздану процесі десе, кімді іздейсіз? Тотықтырғышты іздейсіз. Яғни біз қазір мына жерде тотықтырғышты іздейміз. Яғни қайда жылжу керек ол бізде? Солға қарай жылжу керек. Яғни бізде мынауымыз. Енді мына жерде формуласы дұрыс жазылмаған, по-любому болмайды. Болғанның өзінде де мына жерде ол плюс 2 көрсетіп тұр, мына плюс 6, яғни оңға кетіп жатыр деген сөз. Бұл вообще болмайды. Мына жерде де дәл солай, бұл да оңға кетіп жатыр. Мына жерде де дәл солай оңға кетіп жатыр. Мына жерде де оңға кетіп жатыр. Ал мына жерде бізде не? SO2 газы. Яғни плюс 4-тен неге кетіп жатыр? Минус 2-ге кетіп жатыр. Яғни менің қай жағыма? Сол жағыма жылжыды. Сондықтан бұл бізде не болады екен? Тотықсыздану процесі болады екен. Тотықсыздану процесі. Түсінікті ма? Бізде қазір енді тағы да мынандай бір керемет сұрақтар бар. Ол сұрақтарды көп оқушы шатасады. Ол былай. Қараңыздар. Элемент ең төмен тотығу дәрежесінде тұрса, ол тек тотықсыздандырғыш болады екен. Ойлаңдаршы. Ең төменгі тотығу дәрежесінде тұрса. Енді біз оның ең оңай жолы, оның мен ең төменгі тотығу дәрежесінде тұрғанын қалай білемін десеңіздер, оның естиміз, топ номеріндегі ең астында сутектік қосылыстары деген бар, Сутектік қосылыстары деген бар. Период кестелеріңіз болатын болса, осы сайтта қарасаңыздар, мына жерде не? Сутектік қосылыстар жазылған, Міне, сутектік қосылыстар, мынау. Міне сутектік қосылыстар. Осы сутектік қосылыстары олардың ең төменгі тотығу дәрежесін көрсетеді екен. Мысалы, 7-ші топтағы элементтердің ең төменгі тотығу дәрежесі қанша екен? HR. Яғни олар минус 1-ге дейін барады деген сөз. 6-ші топтағылар минус 2-ге дейін барады деген сөз. 5-ші топтағылар минус 3-ге дейін барады деген сөз. Ал 4-ші топтағылар минус 4-ге дейін барады деген сөз екен. Сонда қалай? Яғни хлорымыз бізде минус 1 дәрежеде тұратын болса, ол тек қана, яғни ең төменгі тотығу дәрежесінде тұр ғой. Яғни ол минус 2 бола алмайды, минус 3 бола алмайды деген сөз. Яғни ең төменгі тотығу дәрежесінде болса, ол тек қана тотықсыздандырғыш болады. Яғни былай ойланып қарайтын болсаң,
Яғни ол бізде яқта минус 1-де тұр ғой, дұрыс па? Ал 0 болса. Яғни ол бізде қайда жылжи алмайды сонда? Мына жақ қарай жылжи алмайды ғой ол. Ол тек қана қайда жылжиды? Ол 10-ға қарай жылжиды. 0 болуы мүмкін, +2 болуы мүмкін деген сияқты. Яғни тек қана 10-ға жылжитындар ол бізде тотық сыдандырғыштар болады екен. Көрдіңдер ма? Мысалы, күкіртте. Күкірт -2-де тұрған кезде ол тек қана тотық сыдандырғыш болып көрсетеді. Тек қана тотық сыдандырғыш болады. Яғни ол -3 бола алмайды, -4 бола алмайды. Тек қайда жылжиды? 10-ға қарай жылжиды екен. Олардың қосылыстары мысалы H-хлор. Сонда H-хлор бізде тек қана тотық сыдандырғыш қасиет көрсетеді деген сөз. H2S мысалы, я сульфиттер немесе қышқылдарын айтатын болсақ. Тағы не бар? Мысалы азоттың қосылыстары, мысалы NH3 алуға болады, өйткені ол -3-те тұр да. Сосын CH4 -4-те тұр. Олар -4, -5, -6 бола алмайды. Яғни -4-тен қайда жылжиды? Тек қана 10-ға қарай жылжығандықтан, олар тек қана тотық сыдандырғыш көрсетеді екен. Түсінікті ма? Кеттік ал. Ал енді керісінше, олар ең жоғары тоту дәрежесінде тұратын болса, тек тотықтырғыштық қасиет көрсетеді. Ол да сондай, бағанағы элементіміз, ең тотығы дәрежесінде тұратын болса, мысалы +7 болса, ол +8 бола алмайды, +9 бола алмайды. Қайда жылжиды? Тек қана солға қарай жылжиды да ол. Яғни тотықтырғыш бола береді деген сөз. Мысалы, оның енісіндер ең жоғары тотығы дәрежесін қалай білеміз десеңіздер, оның топ нөміріне қарай салсақ болады екен. Немесе оттекпен қосылыстарына қарай салсыздар. Оттекпен қосылыстары мына жерде барлығында беріліп тұр. Осы жердегі қосылыстарына қарасаңыздар, оның ең жоғарғы тотығы дәрежесін көрсетеді екен. Мысалы, бағанағы айтқан хлорымыз. Хлор 2O7 болған кезде, ол +7 тотығы дәрежесін көрсетеді. Яғни хлор бұл жерден +7-де тұрған кезде, ол +8 бола алмайды, +9 бола алмайды. Тек қана қайда жылжиды? Мына жақ қарай жылжиды екен. Түсінікті ма? Сонда тек қана деген сөздері болатын болса, олардың не істейміз? Ең төменгі тотығы дәрежесіне қараймыз, немесе ең жоғары тотығы дәрежесіне қарайды екен біз. Ал енді тағы да бізде аралық тотығы дәрежелерінде жататын болса, яғни олардың жаңағы ең төменгі тотығы дәрежесінде де болмаса, немесе ең жоғары тотығы дәрежесінде де болмаса, олар бізде әрі тотықтырғыш, әрі тотықсыздандырғыш бола алады екен. Мысалы, SO2, яғни күкірт бізде +4 тотығы дәрежесін көрсетіп тұр ғой. Бұл жерде сонда күкіртіміз бізде, біз білесіздер, оның ең төменгі тотығы дәрежесі қанша? -2 екенін. Значит, бұл +4-тен қайда кету мүмкін? -2-ге кету мүмкін. Немесе оның ең жоғары тотығы дәрежесі +6. Яғни 10-ға да солға да жылжи береді деген сөз екен. 10-ға да солға да жылжи береді деген сөз. Яғни бұлар тотықтырғышта, тотықсыздандырғышта қасиет көрсетеді деген сөз екен. Бұл жерде енді сіздер көріп тұрсыздар, мынау диаграмманы просто не істейміз? Көз алдымызда ашып тұрып елестетеміз болды. Түсінікті ғой? Сабақтарға енді қосылып жатқандар болатын болса, тотықсыздандырғыш және тотықтырғыш деген нәрсені біліп алыңыздар бірінші. Оны білу үшін осы видеодан алдындағы сабақты көрсеңіздер, сол жерде айтылған бәрі. Кеттік ал. Келесі бізде мынау бағанағы сұрақтар былай келеді деген. Сонда сұрақтар тестта былай келеді деген. Қараңдар, былай дейді. Тотықтырғыш, мынау енді қоя тұрайық, қазірше керек емес, мына жерде керек емес, ең жоғарғы тотық дәрежесі деген сияқты нәрселер тұр екен. Қазір бұған келеміз. Мына жерде менде сұрақтар бар еді, арнайы. Ладно, жақсы, мынаяқтан іздеп көрейік. Қазір бізде мына жақта бізде сондай сұрақтар бар, который тотықсыздандырғыштық қасиеттерінің артуы дегенге жеке бөліп тоқталамын оған. Міне, қараңдар. Тотықтырғыш қасиетінің ең жоғары қышқылы дейді. Тотықтырғыш қасиетті ең жоғары қышқылы ол кім болады бізде? Яғни ол біз айттық баны тотықтырғыштың тек тотықтырғыштық қасиет көрсетеді, когда ол бізде ең жоғарғы тотығы дәрежесінде тұрған кезде.
Яғни бізде ол қайсында? Мынада д-да болады. Өйткені H хлор O4-те ол 2 мен 4 көбейтесің 8, мына жердегі плюс 1 мен 1-ді көбейтесің 1, 8-ден 1-ді азайтсаң 7. Яғни плюс 7. Яғни хлор плюс 7-де тұрған кезде қайда жылжиды? Тек қана тотығу дәрежесін қалай өзгертеді? Солға қарай өзгертеді, тек қана. Ол оңға өзгертпейді деген сөз. Жауабы сонда Д болады екен. Д болады деген сөз. Мына жерде тотықтырғыштар көрсетіңдер деген қалай еді? Бар еді ғой. Сондай сұрақтарым бар еді менің. Сұрақтарым бар еді. Вот мына 84-ші сұрақтарында 84-те жазылып тұрған. Тек тотықтырғыш болатын қосылыстарды көрсетеміз дейді. Яғни тек тотықтырғыш болатын заттар ол когда болады? Когда олардың бізде тотығу дәрежесі ең жоғарғы тотығу дәрежесінде тұрған кезде. Соларды дейміз. Мысалы, марганец. Марганец ол плюс 7 көрсетіп тұр екен. Значит, ол бізде ең жоғары тотықтырғыш, жалпы тек тотықтырғыш қасиет көрсетеді деген сөз. Хлор мына жерде минус 1-де тұр. Яғни төменгі тотығу дәрежесінде тұрса, ол тек қана қайда жылжиды? Оңға жылжиды. Ол тотықсыздандырғыш болмайды ол. Мына жерде хром бізде мына жерде плюс 6 дәрежеде көрсетіп тұр. Хром қателеспесем сол ең жоғары тотығу дәрежесін көрсетіп тұр мына жерде. Содан осы да болады екен. Қалғаны мынау болмайды. И мынау да болмайды. Ал мына жерде мынау плюс 1 көрсетіп тұр. Мынау бізде минус 1 көрсетіп тұр, минус 1. Бұл да болмайды, Сонда жауабы А мен С болады екен, А мен С. Түсінікті, Енді сіздерге мына жерде қарасаңыздар, бағанағы сұрақтың ішінде тотықтырғыштық қасиетінің артуы дейді да мына жерде. Сонда тотықтырғыш қасиетінің артуы деген қалай түсінуге болады? Тотықтырғыш деген ол бізде не еді? Кеше айтқанымыз біз электронды алу, яғни электронды қосып алу. Электронды ең былай айтқан кезде тарту қабілеті ең жоғары элемент ол бізде фтор да. Яғни периодтық кесте бойынша айтатын болса, сонда тотықтырғыштық қасиет қалай өзгереді? Периодтық кестені алатын болсақ, мынау. Бана периодтық кестені ашылайықшы. Яғни периодтық кестеде қарайтын болсақ, ол бізде қалай өзгереді? Сонда ең жоғарғысы фтор болатын болса, фторға қарай десе де артады, яғни былай артады деген сөз. Солдан оңға қарай артады тотықтырғыш қасиет, төменнен жоғары қарай артады деген сөз. Барлығы осы қарай артады. Түсінікті ме? Тотықтырғыш қасиет осы жерде көп деген сөз. Ал керісінше тотықсыздандырғыштар олар біздекілер мыналар, мысалы Франция десек болады. Яғни оңнан солға қарай артады, жоғарыдан төмен қарай артады да олар. Түсінікті ғой? Осы бойынша қазір мына жерде салыстырасыздар. Мысалы, мына жерде берілген элементтер, олар бізде мына жерде былай қарап тұрсаң, примерно висмут, сурма, арсан, мыналар көрейікші, мыналар бізде бір қатарда орналасқан екен. Висмуттан бастаймыз. Висмут. Висмут, мына жерде деген висмут, сурма, мышьяк, фосфор, азот. Яғни А жауабы сәйкес келеді. Өткен біз айттық баны тотығыш қасиет төменнен жоғары қарай артады деген болатынбыз. Ал енді мына жерде ше, келесі полоний, сосын полоний, теллур дейді. Мына жерде теллур деген қате жазылып кеткен бе екен? Дұрыс па екен, солай ма екен? Теллур, селен, по-моему, қате жазылған сияқты, Е болу керек шығар мына жерде. Е болатын болса, осы В жауабы да болады мына жерде. Тоже төменнен жоғары қарай артып жатыр.
Мынау енді шатастырып берілген. Мына жерде мынау керісінше берілген, мынау да шатастырып берілген. Мынау да шатастырып берілген, мынау да шатастырып берілген. Сонымен жауабы жаңағы бізде болады екен, мынау А жауап пен В жауабы. Келесі, тотықтырғыш қасиеті ең жоғары қышқыл дейді. Бағанағы сұрақ мынау, Д жауабы болады. Келесі, тотықтырғыш қасиетінің ең жоғары элемент дейді. Тотықтырғыш қасиет ең жоғары элемент. Яғни мыналарды салыстырамыз. Фосфор, фтор мына жерде жоқ, яғни фторға ең жақын тұрғанын табамыз. Фторға ең жақын тұрған бізде оттек. Сонда жауабы оттек болады екен. Оттек болады екен. Кеттік ал. Келесі бізде енді мынандай сұрақтар болады арасында. Яғни біздің жаңағы атмет тотықсыздан реакциялардың негізгі типтеріне байланысты олар бізде төртке бөлінеді. Молекула аралық дейді, яғни атом аралық реакциялар. Бұларға көбінесе әртүрлі атомдардың молекулалар арасындағы электрон алмасу нәтижесінде жүреді. Әртүрлі атомдар қатысады бұл жерде. Яғни мына жерде бізде күкірт қатысып жатыр және хлор қатысып жатыр да. Сондықтан бұлар бізде молекула аралық деп табылады екен. Ал келесі бар бізде диспропорциялану деген бар, немесе оны қазақша айтқанда өзіндік тоту-тотан реакциялар дейді. Ол қалай дегеніміз? Мына жерде қарасаңыздар, бізде хлорымыз 0-ден неге өзгеріп жатыр? +1-ге өзгеріп жатыр, және -1-ге өзгеріп жатыр. Екі тоту дәрежесін көрсетіп жатыр реакциядан кейін. Яғни бір элемент реакциядан кейін екі тоту дәрежесін көрсететін болса, ол бізде диспропорциялану деп аталады екен. Сонда барлығы бір молекуланың ішінде өтіп жатыр да, мына жерде. Енді осының қарама-қарсы процесс бізде коммутация деп аталады. Яғни реакцияға дейін олар әртүрлі молекулада болады да, реакциядан кейін не болады? Барлығы бір молекулада болып қалады деген сөз. Затын, мысалы, күкіртіміз мына жерде +4-тен, екінші қосылыста +2-ден. +2-ден. Реакциядан кейін бір зат шығып тұр да мына жерде бізде. S деген. Яғни не істеп жатыр? Күкіртіміз +4-тен өзгеріп жатыр S0-ға, мына жерде -2-ден тоже S0-ға өзгеріп жатыр да. Яғни реакциядан кейін егер олар бір ғана элементке өзгеретін болса, ол коммутация. Яғни коммутация мен диспропорция бір-біріне қарама-қарсы. Бағана диспропорцияда мына жақтағы элементтер бізде бірдей болды ғой. Ал бұда керісінше реакциядан кейін элементтер не болады екен? Бірдей болады екен. Бірдей дегенде бір-ақ зат болады деген сөз. Ал енді келесі бізде бар, молекула ішінде жүретін тоту-тотан реакциясы, ол жаңағы бір молекуланың ішіндегі элементтердің тоту дәрежелерінің өзгеруі. Бағана ол молекула аралықтан айырмашылығы, ол жерде бізде молекула аралықта екі түрлі элементтен өзгерді, қосылыстан өзгерді молекуладан. Яғни мынаныкі өзгерді, мынаныкі өзгерді. Ал молекула ішілікте сол бір молекуланың ішіндегі заттардың тоту дәрежесінің өзгеруі екен. Егер сіз мына жердегі тоту-тотан реакциясында дейін бірінші сіз жалпы валенттілік дегеніміз ол не? Валенттіліктер қайдан алынады? Сонымен қатар бізде иондардың тоту дәрежелерін жазып шығу бар ғой. Соны білмей сіз бұған келе алмайсыз. Соларыңызды бірінші дұрыстап алу керек болады. Ал енді біз онлайн курста бұл тоту-тотан реакциясын біз 8-ші сабақта өтетін боламыз. Яғни біз бастапқы алғашқы 3 сабақта сіздерге жаңағы валенттілікті қайдан алады, формула құрастырып үйретеміз, реакция теңдеуін жазып үйретеміз, оны теңестіруді үйретеміз, есеп шығаруды үйретеміз. Алғашқы 3 сабақтың өзінде. Содан кейін барып біз сіздерді уже теорияға алып келеміз, жаңағыдай периодтық кесте, атом құрылысы, ерітіндіге байланысты есептер болады, сосын химиялық байланыстар, сосын барып тоту-тотан реакцияларын түсіндіреміз. Яғни тоту-тотануға дейін сізде белгілі бір көлемде білім алу керексіз. Белгілі бір көлемде. Егер де ол білім сізде 7 сабақ бар ғой, оған дейін 7 сабақты білмейтін болсаңыз, сіз тоту-тотан реакциясын әлі бастамай-ақ қойыңыз. Сізге бұл өте қиын болуы мүмкін.
Өйткені сіз мына жердегі олардың қарапайым ғана тотығу дәрежелерін анықтай алмайсыз. Иә? Сондай. Сонымен бүгінгі сабақ осымен тәмам. Практикасы сіздерге ұнады деген ойдамын. Бүгінгі сабақта біз тағы да кішкентай тоқталып өтетін болсақ, тотығу процесін, тотықсыздану процесін соларды қайталадық, және де тотықтырғыштық қасиеттерінің артуы немесе кемуі. И тотық реакциясындағы типтерді бөліп жарып көрсеттік сіздерге. Сонымен бүгінгі сабақ осымен тәмам. Егер сабақ сіздерге ұнаған болса, дәл қазір осы видеоға лайк басып жіберіңіздер. Егер сіздер бізге жазылмаған болсаңыздар, жазылып қойыңыздар. Сіздердің лайктарыңыз біз үшін шынымен де шабыт сыйлайды. Ал шабыт ол, білесіздер, идеяға алып келеді. Идея болса, сіздердің де ары қарай сабақты түсіну қабілеттеріңізді арттыруға біз бар күшімізді саламыз. Иә, ол шынымен де баяғыда мен қызықпайтын, шынымен де лайк деген кәдімгідей әсер етеді екен. Иә, сондықтан да тегін болғандықтан лайктарыңызды аямай осы каналға жазылып, колокольчикті басып қойыңыздар. Барлықтарыңызға көп рахмет. Жақсы. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. Егер де бізге сұрақтарыңыз болатын болса, осы төменде көрсетілген номерге хабарласыңыздар. Сол жерде барлық сұрақтарыңызға жауап беруге тырысамыз. Жақсы, сау болыңыздар.